Қайырлы күн оқушылар, бүгін дүниежүзі тарих пәні бойынша 4-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз ежелгі Египет мемлекеті. Ал жоспар бойынша бастайық. Біріншіден, ежелгі мемлекеттердің пайда болуы мен дамуын қарастырамыз. Екіншіден, орта патшалық кезеңі. Үшіншіден, жаңа патшалық кезеңі. Төртіншіден, кейінгі патшалық кезеңдерін қарастыратын боламыз. Ал бастайық. Ежелгі Египет мемлекеті қай жерде пайда болған? Яғни географиялық жағынан қарастырсақ, бұл Африканың солтүстік шығысында орналасқан ең ежелгі Ніл өзенінің бойындағы өркениет ошағы. Яғни біздің заманымыздан бұрын 4-ші мыңжылдықта екінші жартысында жасанды жолмен суару арқылы жер өңдеу, яғни егіншіліктің пайда болғандығын білдіреді. Дәл осы 4-ші мыңжылдықта Египетте 3 негізгі тап пайда болды. Яғни бірінші билік құрушы, яғни аристократтар деген сөз. Екінші, жер өңдеуші мен қауым мүшелері, яғни қарапайым адамдар. Үшіншіден, бұл құлдар болды, яғни адамдар санатына жатпайтын ең төменгі классқа жатты. Ары қарай жалғастырайық. Ежелгі Египетте Шумер мемлекетіне ұқсас қала мемлекеттер болды. Бірақ Египеттегі қала мемлекеттер номдар деп аталды. Египет аумағында 40-тан астам номдар болды. Олар біздің заманымыздан бұрын 4-ші мыңжылдықтың соңында номдар бірігіп екі бөлікке бөлінді. Біреуі ежелгі, яғни төменгі Египет патшалығы делді. Яғни бұл солтүстік Нілдің төменгі ағысында құралған, патшасы қызыл түсті тәж киген, яғни Дешрет деп аталды. Ал бұл төменгі Египеттің астанасы Буто қаласы болды. Ал жоғарғы Египет патшалығы болды. Ал бұл оңтүстік Нілдің жоғарғы ағысында орналасты. Ал бұл жердегі патша ақ тәж киген Хеджет деп аталды, яғни. Ал астанасы Энхап қаласы болды. Яғни Энхап немесе Нехен қаласы деп те атаймыз бұл қаланы. Ал ары қарай жалғастырайық. Ежелгі Египет тарихын патшалық кезеңдерін біз 5 кезеңге бөліп қарастырайық, сонда өте түсінуге оңай болады. Ал бастайық. Бірінші, ежелгі династиялық кезең. Династия дегеніміз әулет деген сөз. Ежелгі династиялық, екінші ежелгі патшалық кезеңі, үшіншіден орта патшалық кезеңі, төртіншіден жаңа патшалық кезеңі, ал бесіншіден кейінгі патшалық кезеңдерін қарастырамыз. Ал бастайық ары қарай. Яғни Египет десе бірінші ойымызға кім түседі? Перғауын түседі. Яғни фараон деп атаймыз оны. Перғауын деген сөздің мағынасы перро, үлкен үй деген мағынаны білдіретіндігі. Ал Перғауын Египетте қандай лауазымдарды алды? Біріншіден, аспан мен Ніл беретін игіліктің басшысы аталды. Екіншіден, әскердің ұлы қолбасшысы кім десе, фараон деді. Фараонның атын атауға тыйым салынды. Егер сіз атын атасаңыз, өлім жазасы болады. Сол себептен Перғауын қасиет тұтылды. Үшіншіден, күннің ұлы деді. Төртіншіден, Перғауын күн есімін иеленді. Ал күн құдайы Египетте кім болды? Ра деп аталды. Раның баласы бұл Перғауын деді. Келесі, биліктің белгісі ретінде, яғни суретке назар аударсақ, аса таяғымен қамшысы болды. Бұл биліктің белгісі ретінде тарихта қалды. Ары қарай жалғастырайық. Перғауын билік еткен кезде Египетте билік жүйесі шығыстық деспотизм орнады. Яғни деспоттық билік бұл Перғауынның билігінің шексіздігін білдіреді. Ал бірақ бұған наразы топ пайда болды. Яғни Перғауынның билігі уақыт өте келе әлсіреді. Ал кімдер әлсіретуі мүмкін? Яғни Перғауындан кейінгі екінші сатыда тұрғандар кімдер? Дін иелері, яғни абыздар. Яғни абыздар мен Перғауындардың билікке деген таласы, өзара наразылығы мемлекетті күйретіп тынды. Ал бұл бытыраңқылық 2 ғасырға созылды. Ал бұл тарихта қандай қалды? Алғашқы өтпелі кезең деп тарихта қалған болатын. Ары қарай жалғастырайық. Орта патшалық кезеңі. Ал орта патшалық кезеңі картаға назар аударамыз. Бұл жасыл түспен берілген орта патшалық династиялық кезеңіндегі Египеттің территориясы. Ал бастайық. Мемлекеттер қайта құрылды, яғни номдар бірігіп мемлекетті құрады. Яғни солтүстікте Гераклеополь қаласы Файюм оазисінде орналасқан, яғни шөлді территорияда орналасқандығы. Ал оңтүстігіндегі Пивы қаласы. Пивы бұл Ніл өзенінің қай жағы? Оң жағалауында орналасқан қала. 2 ірі қалаға пайда болды. Ары қарай, бірінші Перғауын ретінде Ментухотепті бастайық. Ментухотеп Перғауын бұл 11-ші династияның негізін қалаушы Перғауын ретінде тарихта қалды. Ал бұл негізі жаңағы оң жағалауда орналасқан Пивы қаласының
патшасы немесе перғауыны еді. Ары қарай 12-ші династия кезінде қандай өзгерістер болды? Ал бастайық. Үшінші Сенусерт перғауын кезінде Египет солтүстік Нубияны жаулап алды, әрі Сирияға жасалған жорықтарды аяқтады. Ал Сирия дегеніміз Египеттің солтүстігінде, яғни Иерусалимнің солтүстігіндегі территория, бұл Сирия аумағы деп аталады. Ал Нубия болса Египеттің оңтүстіктегі көршісі. Бірақ 12-ші династиялық кезінде 3-ші Сенусерт пен 3-ші Аменхотепке қарсы наразылық күшейді. Ал наразылық жоғарыдағы абыздар тарапынан әрі халық тарапынан болды. Сөйтіп мемлекет әлсірей берді. Ары қарай жалғастырайық. 13-ші династия билеушілері кезінде гиксостар келді. Яғни гиксостар осы әлсіздікті пайдаланып Египетке жорық жасады. Ал гиксостар кім? Бұлар көшпелі семиттер мен хурриттік тайпалар еді. Ал бұлар Египетті басып алады. Сөйтіп 130 жылда Египетті басқарып тұрады. Ары қарай жалғастырайық. Ал енді жаңа патшалық кезеңі. Ал жаңа патшалық кезеңін картаға назар аударсаңыз, біраз өзгеріске ұшыраған, солтүстіктегі территория басып алынды. Ал кімдер кезінде қандай өзгерістер болды? Бірінші Яхмос перғауын кезінде. Бірінші Яхмос 18-ші династияның негізін қалаушы, әрі жоғарыдағы көшпелі деген гиксостарды Египет аумағынан қуып шықты. Яғни Египетті жаңа династиялық кезеңін әрі тәуелсіздік алып берді. Оңтүстік Палестинадағы өз билігін орнатты, әрі белсенді сыртқы саясат жүргізумен тарихта қалды. Ары қарай. Бірінші Тутмос пен 3-ші Тутмос перғауындар кезінде. Ал бірінші Тутмос пен 3-ші Тутмос кезінде қандай өзгерістер болды? Мемлекет шекарасын Сирияға дейін ұзартты, яғни солтүстігін Иерусалим, Дамаскус деген сияқты қазіргі Дамаск қалаларын басып алды, яғни солтүстікке қарай кетті. Нәтижесінде солтүстіктегі көршісі қазіргі Түркия аумағындағы ең ежелгі мемлекет хеттіктер мен египеттіктердің шекарасы түйісті. Яғни түйіскеннен кейін не пайда болады? Әрине, қақтығыс пайда болады. Екі мемлекеттің соғысуы басталады. Ал ары қарай жалғастырайық. 4-ші Аменхотеп кезінде қандай өзгеріс болды? Яғни, 4-ші Аменхотеп немесе бұл перғауын тарихта Эхнатон деп те аталды. Яғни, 4-ші Аменхотеп кезінде мемлекет гүлденді, мәдени жағынан, саяси жағынан мемлекет гүлденді, бірақ бұл гүлдену ұзаққа созылмады. Яғни діни реформа жасалады, бір құдайлыққа табыну бұл халық арасында да наразылыққа, абыздар арасындағы үлкен наразылыққа душар етті. Әрі бұл кезең қысқа ғана өркендеу кезеңі, яғни тарихта Эхнатонның кезеңі амарындық кезең деп аталды. Сонымен қатар 4-ші Аменхотеп қала салдырды. Қазіргі Эль-Амарна қаласы, ал сол кездегі Эхататон қаласын салдырған болатын. Ал діни реформа бір құдайлық дедік, бір құдайдың аты Атон деп жариялайды. Ал өзінің атауын Эхнатон деп те атаймыз бұл перғауында. Неге? Себебі Эхнатон деген сөздің мағынасы Атонға табыну деген мағынаны білдіретіндігі. Ары қарай келесі перғауындарға назар аударайық. 2-ші Рамзес перғауын кезі. Бұл тарихта жаулаушы перғауын деп аталды. Ал 2-ші Рамзес кезінде Египет шекарасы хеттіктермен көптеген жанжалдарға ұласты. 2-ші Рамзес құдандалық жолмен Хет мемлекетімен тарихта ең алғаш рет Египет пен Хет арасындағы бейбітшілік келісімі болды. 1280 жылы екі держава келісім жасап соғысуды тоқтатқан болатын. Ары қарай жалғастырайық. Патшалық әлсіреді. Ал қалай әлсіреді? 2-ші Рамзестің мұрагерлері әлсіз болды. Сол себептен Египет үстемдік қылып тұрған алдыңғы Азиядағы, батыстағы ливиялықтардың соғысы, солтүстіктегі теңіз халықтарынан шайқасып, соғыстар болып шапқыншылықтың нәтижесінде Египет өз аумағынан айырыла бастады. Сөйтіп тек оңтүстік Палестинадағы ғана аумағы ғана қалған болатын. Яғни Египет құлдырай берді. Ары қарай жалғастырайық. Кейінгі патшалық кезеңі. Ал кейінгі патшалықтың алғашқы кезеңін біз орталықсыздандыру дәуірі деп атаймыз. Неге? Ал бастайық. Яғни орталықсыздандыру дәуірі аталу себебі бұл кезде Египетке шапқыншылықтар ұйымдастырылып, Египетті басып алған болатын. Біріншіден, біздің заманымыздан бұрын 941 жылы Египетті ливиялық Шешонок аталған
патша басып алып, Бубаститтер деген династияның негізін қалаған болатын. Екіншіден, 8 ғасырда нубиялықтар немесе кушиталықтар деп атаймыз бұларды, басып алып Египет тәуелді болып қалды. Үшіншіден, біздің заманымыздан бұрын 674 пен 671 жылдар аралығында Египетке ассириялықтар қарсы соғыс жариялады. Сөйтіп, Ассирия патшасы Асархаддон Египетті басып алды. Келесі перғауын 1-ші Псамметих кезінде Ассирияға қарсы не істеді? Тәуелсіздік үшін күрес бастады. Нәтижесінде Асархаддонды жеңді, яғни Ассирия патшасын жеңіп тәуелсіздігі. Ал өзі Саф династиясының негізін қалаушы ретінде 1-ші Псамметих тарихта қалды. Ары қарай 1-ші Нехо перғауын кезінде бұл кезде өте үлкен өзгерістер болды. Яғни Ніл мен Қызыл теңіз арасында канал салдырды, әрі тарихта кеме жасаушы деп аталған финикиялықтарға Африка құрлығын айналу туралы бұйрықты берген перғауын ретінде тарихта қалды. Ары қарай жалғастырайық. Кейінгі патшалықтың соңына қарай 2-ші Яхмос перғауын билік етті. Бұл кез өте қиын заман болды. 2-ші Яхмостың өзі азаматтық соғыстың нәтижесінде билікке келген перғауын. Әрі бұл кезде көптеген өзгерістер болды. Біріншіден, алым-салық азайды, яғни халықтың жағдайын не істеді? Ойлай бастады. Бірақ халыққа бәрібір де жақпады. Египеттіктердің табысын бақылауға алды. Бірақ кейін 2-ші Яхмосқа қарсы көтеріліс нәтижесінде биліктен құлады. Яғни мемлекетте бытыраңқылық пайда болды. Ал бұны пайдаланып кеткен көрші мемлекеттері Египетке соғыс жариялап, Египетті басып алды. Ал бастайық. Біздің заманымыздан бұрын 526 жылы Парс патшасы Камбиз Египетті жаулап алады. Одан кейін Камбизден кейін біздің заманымыздан бұрын 332 жылы Египет Александр Македонскийге тәуелді болады. Ал Александр Македонский қайтыс болғаннан кейін үлкен Македония империя аумағы бөлінді. Ал сонда Египет Птолемей әулетінің қарамағына тиген болатын. Птолемейден кейін Египетті жеке дербестік деп жариялады, яғни тәуелсіз мемлекет деді. Бірақ онысы көпке ұзамай Египетте бытыраңқылық қайтадан басталды. Ал оны пайдаланып кеткен үлкен Рим империясы Египетті басып алды. Сөйтіп Египет тарихы ары қарай жалғасты. Ал сонымен бүгінгі 4-ші тақырыбымыз Египетті аяқтадық. Сапалы білім, саналы тәрбие үшін зерделі ақыл ой дамыту орталығымен бірге болыңыздар.